тағы да бір мынау телеарналарды қарайсыздар ғой. Көпшілігі тіршілер. Шындықты айтатын адам сиректеді. Мен жақында мынау жаңа тұжырым ұсындым. Егер мен 100 жерден үлкен жазушы болсын, үлкен ғалым болсын, үлкен саясаткер болсын, егер ол адам шындығын жоғалтып алса, және елдік ұлттық мүддеге тамыр жібере алмаса, барлығы нөл. Оның әлгі белсенділігі бізге бәрімізге көктейді. Ондан ылғи өтірік сайрап тұрады жігіттердің көпшілігі. Сондай мынау телеарнада жұмыс істесе, өзі шындығын жоғалтпаған жігіттің бірі мына Расул Жұмал деген. Негізі шын мәнісінде қазір сөз болып отырғаны арада 25 жылдың ширек ғасырдың өткендігі, мемлекеттік тілді қабылдағаннан кейін. Бірақ соншама ұзақ уақыт өтсе де, өкініштісі мынау намыстық қарайтын қазақ тілінің әлі күнге шейін, оның ішінде 22 жылдық егемендік тарихымыз бар, әлі күнге шейін өзінің мемлекеттік мәртебесіне жете алмай отырғандығы. Әрине себептерін келтіріп жатыр, бұған дейін де азаматтарымыз айтты. Бірақ алып қарайтын болса, бір-екі қана соңғы бір кездің оқиғаларын айтып өтейін. Айталық, осы қаладағы жағдайы әлеуметтік ахуалы өте нашар, топтардың мұңын, мүддесін осы қала басшыларына жеткізем деген бір топ белсенді әкімет бар деп, сол үшін 15 тәулікке түрмеге қамалды. Қазақтың жерінде, қазақтың аспанда, қазақтың ұшағында ұшып келе жатқан азаматымыз қазақ тілінде сөйлесін деп талап қойған үшін қайтадан түрмеге жабылды. Жаңа ұшақтың ұжымы емес. Кеше ғана қазақтың егемендігін танымайтын, қазақтың тәуелсіздігіне түкіргені бар. Ресейдің арандатушысы Қазақстанға келгенде ордалық білім беру ордалардың бірі оған өзінің торын берді. Ал осы арандатуға қарсы шыққан азаматтарымызды қайтадан барып түрмеге жапты. Жапқысы келді, әрекеттерді жіберді, қоғам көтерілгеннен кейін. Ойланатын жайы, қазіргі басымдықтардың түрі немесе біздің қазіргі жиынымыз осы күні отырған. Ресми күні тіл жайында заң қабылданған. Мемлекеттік шара былай дегенде шаһардың ең түбінде кішігірім осындай зал беріп отырғаны, ал орталық сарайларымыз болса, орталық алаңдарымыз болса, шетелден бір әншілер келе ме, шетелден бір ұжымдар бере ме, оларға қуана беріп қояды. Басымдықтың әңгімесі, бірақ әрине барлығы билікке келіп бітірілмейді, азаматтардың өзіне, олардың талабына қатысты. Әрине мемлекеттік тілгенде бұл жай ғана тіл емес. Бұл бағана ағаларымыз айтып отыр, мәдениет, өзімізді өзіміз ұлт ретінде тану, осы жердің қожайыны ретінде қарастыру, болашақ ұрпақты осындай қазақ рухта өсіріп шығару. Себебі әлемде 200 мемлекет болса, олардың барлығының мемлекет болып, ұлт болып, өркениет болып қалыптасуының бірден бір алғышарты тіл. Ұлыбритания болсын, бұл жерде ағылшыннан басқа халық тұрмайды дейсіз ме? Жоқ, бұл жерде арабтар да бар, орыстар да бар, африкалықтар да бар, бірақ олардың барлығын сол Ұлыбританияның азаматы ететін ағылшын тілі, ағылшын әдебиеті, ағылшын өнері. Францияда дәл солай. Тіпті Ресейдің өзі. Біз кейде осындай тәжірибелерді қарап отырсақ, мынау жақында ресейлер өздерінде жұмыс жасайтын, тіпті көше сыпырушыдан орыс тілінен емтиханға болып шешті. Көше сыпырушыдан. Бізде мемлекеттік тілді білмейтін министрлеріміз қаншама, депутаттарымыз қаншама, тіпті қисынға келмейтін нәрсе. Және ең бастысы бұл жерде қайырудың, оқудың ешқандай бір реті жоқ. Себебі заң біздің жағымызда. Конституция біздің жағымызда. Қазақстанда мемлекеттік тіл жалғыз ата заң бойынша. Бұл қазақ тілі. 7-ші бапта жазылған. Және соның кішкентай ғана тармағында жазылғаны сөзбе сөз. Орыс тілі
мемлекеттік ұйымдар мен жергілікті өзі басқару мекемелерінде қазақ тілімен бірге қолданылуы мүмкін. Одан басқа сөз жоқ. Мүмкін, ықтимал. Яғни орыс тіліне қосымша ешқандай мәртебе беріліп отырған жоқ. Және беріліп отырған екі-ақ қана жер мемлекеттік ұйымдар мен жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдары. Басқа жерлердің барлығында тұтас мемлекеттіктің жүруі шарт, ол конституциялық талап. Біз соны қоғам болып, азаматтар болып орындатуымызға толық мүмкіндіктеріміз бар. Немесе кеше ғана елбасының 2020 жылға қарай 95% азаматтардың қазақша сөйлейді дегенде. Сондай мәлімдеме жасалды. Ол ресми қабылданған бағдарлама. Соның негізінде талап етуімізге барлық мүмкіндік бар. Бағана мектептерге қатысты, оқу орындарына қатысты. Және әрине бағана ең жағдай деп отырмыздың көп нәрсе әрине өзімізге байланысты. Белсенділігімізге байланысты. Тіпті мынау кішігірім нәрселерден бастайтын болсақ, мен кейде осы бір сөзімді аяқтап қалдым, көп сөйлегенді кешірерсіздер. Сауд Арабиясы деген ел бар. Мен өзі арабтан шығуынан кейін сол мемлекеттерде істеген. Осы Сауд Арабиясының бір ерекшелігі менің көңілімнен шыққаны кезінде, олардың шамамен 30 миллиондай халқы бар, соның 20 миллионы өздерінің Сауд Арабиясының азаматтары. Олардың әрқайсысы үлкеніне кішісіне қарамастан жүрген жерінде сол тұтынушылардың өкілі, жүрген жерінде полицияның өкілі, жүрген жерінде тілінің жанашыры, тілінің сақшысы, жүрген жерінде сол заңды қамтамасыз ететін азамат. Жүріп қай жерде? Қоғамдық көлік болсын, дүкен болсын, басқа бір жайлар болсын, шетелдіктерге бұл кімнің жері? Бұл кімнің отаны? Соны ұмытып кеткен болса, көкесін танытып жүреді. Мейлі бір әскерлікке бармайық қой, көкесін танытудың қажеті жоқ шығар, бірақ әрқайсымыз жүрген жерімізде жаңағыдай қазақ тілінен бастап тіл саясаты болатын болса, бұның өзі үлкен шаруа. Түрмеге қамамайды, себебі қазірдің өзінде орысша айтқанда бірталай президент болып отыр. Бұған біздің сұға береді дейді. Осы елде мен бағана айтып отырғандай, біздің жағымызда заң, біздің жағымызда конституция, біздің барлық жерде заңдық жақтары біздің жағымызда. Қалқа, конституцияда жұмыс істемейді. Қай уақытта жұмыс істеді ол? Конституцияны жұмыс істету үшін әрқайсымыз осындай талаптарды қоя білетін болсақ, көпті көрсек көл болады деген, одан көп жағдай шығады.